Assalamu алейкум. Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге алай өсімдігінің пайдасы туралы айтамын. Алай адамдар алғашқы қолдана бастаған дәрілік өсімдік. Қазіргі заманның дамығанына қарамастан, оның танымалдылығы сақталуда. Әсіресе медицина, косметология саласында алай шырыны жоғары сұранысқа ие. Алай шырынының құрамында биологиялық белсенді қоспалардың, микроэлементтердің және әртүрлі дәрумендердің көп болуына байланысты бұл шырын адам ағзасында пайдасы мол. Ол ас қорыту бездерінің секрециясын жақсартады, гастрит, созылмалы колит, гастроэнтероколит, энтероколит секілді көп түрлі аурулардың жағдайын жақсартады. Ол ағзаның қорғаныс қалпын келтіріп, жалпы әл-ауқатты жақсартады. Ас қорытуды қалыпқа келтіріп, қышқыл рефлекс симптомдарды жоюға көмектеседі. Көптеген тері аурулары кезінде жазылуы қиын жаралар, ойық жараларды емдеуге алай шырыны қолданылады. Ол үшін алай шырыны мен балды тең мөлшерде алып, оған бір ас қасық спирт қосып араластырсақ, дәрі дайын болады. Бұл қоспаны зақымданған жерге жағып, таза таңғышпен буамыз. Күніне 2 рет қолданамыз. Оны тоңазытқышқа сақтау керек. Алай шырыны экземаға, терінің басқа ауруларына әсер етеді. Алай шырыны мен бронхит демікпесін және дизентерияны емдеуге болады. Осы аурулардан құтылу үшін жарты шай қасық бал және тең мөлшерде сүтпен алай шырынын қосып, тамақтанудан жарты сағат бұрын ішу керек. Бұл дәріні күніне 3 рет 3 апта бойы қабылдау керек. Сосын 14 күн демалып, қайта бастау қажет. Иммундық жүйені нығайту үшін жаңа сығылған 150 грамм алай шырынына 300 грамм қызыл шарап және 1 стакан бал қосып араластырамыз. Қоспаны 1 апта тоңазытқышқа сақтап, содан соң тамақтанудың алдында күніне 3 рет 1 ас қасықтан қолданамыз. Шаштың түсуін сақтау үшін алай шырыны мен балды араластырып, оған туралған сарымсақ қосамыз. Барлығын араластырғанда дәрі дайын болады. Осы қоспаны зақымданған жерге жағып 15 минут ұстаймыз. 15 минуттан кейін жуып тастаймыз. Шаш түсуін тоқтатып, түскен шашты тез өсіреді. Бүгінгі видеомыз осымен аяқталды. Видеоға тіркеліп, комментарий жазыңыздар. Лайк басып, достарыңызға таратыңыздар. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.